Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі жарық жұлдыз атты бағдарламамыздың қонағы ақын жанды шәкірт Ерболатов Азамат келіп отыр. Қош келдің, Азамат. Қош көрдік, қайырлы күн. Қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламамызды бір ерекше түрде бастасақ, сен ақын жанды шәкірт болғандықтан бізге бір өлең оқып берсең. Мұқағали Мақатаев, автограф. Көрер едің, шалымын ба, жоқпын ба, білер едің, ақымын ба, жоқпын ба, кектендірген хан жәңгірде жоқ мұнда, кектенетін Махамбетте жоқ мұнда, көререн езбін бе, әлде ермін бе, байқар едің, артықпын ба, кеммін бе, мен Спартак бола алмадым не шара, сенің өзін сізір болып көрдім бе, сырым да осы, жырым да осы алдында, байқашы бір бықсыдым ба, жандым ба, махандар жоқ, махандардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Жарайсың, керемет дикцияңда, өзінің бір өлең оқу нақышында бір ерекше екен, жарайсың. Рахмет. Жалпы сенің осы өлең оқуға деген құштарлығың қай уақытта қалыптасты? Мен өлеңге деген құштарлығым 5 жасымда, мен қазақпын деген өлеңмен балапан бағдарламасындағы бірге бір бағдарламасына қатысқанмын. Жарайсың, керемет. Жалпы сені біз осы ақын жанды шәкірт ретінде танимыз. Және де осы әрбір шәкірттің өзінің ұстазы болады. Осыған байланысты сені осы өлең оқуға деген ынтаңды қалыптастырған кім? Менің өлеңге деген қызығушылығымды тудырған қазақ тілі мен қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі Бексұлтан Нұрланұлы. Керемет. Өзінің бір шығарған өлеңдерің бар ма? Соларды оқып бере аласың ба? Әрине. Абайға арнау. Парасат, пайымымда абай, қазақтың танымында абай, тәрбие, тағлымында абай, даламның ән жыры да абай. Өзіңді пір тұтқан талай, кемеңгер ақындарым-ай, өзгеден болмысы бөлек, ел жұртқа жақындарым-ай. Қазақтың ертеңін ойлап, өмірден бас кешкен абай, Мұқағали хан тәңірі болса, қазаққа Эверест абай. Замандар өткенде талай, мен тудым жолынды жалғай, 5 дұшпан алыс болғаным, 5 асыл жадымда болғай. Жарайсың, керемет, қалам ұштала берсін. Сен осы өлең шығарудан басқа тағы бір қызығушылықтарың бар ма? Әрине, өлең жазудан басқа мен бокспен айналысамын, шахмат ойнауды жақсы көремін, актерлік өнерім бар, және де ағылшын курсына барамын. Керемет, осының барлығын алып жүрсің бе сонда? Иә, әрине. Сен өзің былай, енді бірнеше қызығушылығың бар екен, осыған байланысты сен мысалы апталық не болмаса бір күнделікті жоспар құрасың ба? Әрине. Мысалы, менде дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері менде бокспен шұғылданамын. Ағылшын курсына мен сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері қатысамын. Және де актерлік өнерлікке мен жексенбі күні қатысамын. Ал қалған күндері кешке 1 сағат шахматпен айналысамын. Керемет. Осы жерде бір сұрағым бар. Сен актерлік шеберлікте саған не үйретеді? Маған қалай өзіңді көп адамдар болған жерде өзіңді қалай көрсету керек, қалай сөйлеу керек. Саған қатысып жүргеніне көп болды ма? Иә, 6 ай болды. 6 ай? Иә. Былай қарасам нәтижесі көрініп тұр екен, иә? Сөйлеген кезде де былай дикцияң барлығы орнықты әдемі естілетін даусың. Сен осы қандай әлеуметтік желілерде барсың? Мен WhatsApp және де YouTube-та отырамын. YouTube-та? Иә. YouTube-қа сен видеолар саласың ба? Жоқ. Жай көремін. Instagram бар ма? Жоқ. Көрмейсің ба? Instagram, TikTok көрмеймін. Не үшін? Маған қызықсыз, егер мен бір нәрсеге отырып алсам, одан шықпаймын. Мен 5 минут деп 5 минуттың 5 сағатқа айналып кетеді. Енді кейде бізде ондай болып тұрады енді. Түсінгенім, сен уақытты ұтымды пайдаланады екенсің. Жалпы осы уақытты тиімді пайдаланудың қандай пайдасы бар?
егер сен уақытты тиімді пайдалансаң, сен алдына қойған мақсаттарына жетесің, жасайтын ісіңді жасайсың, себебі оның бәрі уақытында өтеді. Жақсы. Болашақта өзіңді қандай мамандық иесі ретінде көресің? Мен дәрігер болғым келеді. Дәрігер? Иә. Қызық екен. Сонда сен ақын жанды дәрігер болмақсың ба? Жоқ, мен жай дәрігер болам, бірақ менің ойымша адам жан жақты болу керек. Жігітке жету өнерде аз. Адам жан жақты даму керек, өзінің кругозорын дамыту керек. Мысалы, мен ақындық өнерімді дамыта аламын, спорт ретінде бара аламын, немесе дәрігер бола аламын. Оның бәрін бірдей алып жүремін. Жарайсың, жан жақты екенсің, саған алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Азамат, сен осы поэзияға жақын екенсің. Жалпы осы проза жанры бойынша жазған әңгімелерің бар ма? Жоқ, бірақ бұл менің келешек ойларымда бар. Жақсы, керемет. Осы орайда тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Осы отбасында бір өлең шығаратын, өлеңге жақын бір адам бар ма? Иә, менің арғы атам Жүнісбек өте ақылды бір кісі болған. Ол адам өлең жазған, өзі ақын болған. Және де менің Омарғажы деген атам болған, ол өте көрнекті және де бір күшті адам болған. Оның көптеген өлеңдері болған, өзі ақын. Керемет, демек осы аталардың арқасында саған осы бір ақындық қасиет дарыған болар. Жарайсың. Өзіңнің білім алып жатқан мектебіндегі ұстаздарын, сыныптастарын жайлы пікіріңді білсек. Мен номер 140 гимназияға 3-ші сыныпта келгенмін. Ол кезде менің сынып жетекшім Қасымбекова Жанар болған. Мен ол апайға үлкен рахмет білдіремін. Себебі ол апай мені көптеген нәрселерге үйретті. Өмірді ғана емес, маған тәрбие көрсетті. Керемет. Өзінің замандастарына айтар тілегің бар ма? Иә. Достар, уақыттарында тиімді өткізіңдер. Алдыларына мақсаттарыңды қойыңдар. Егер сендер оларға сенсеңдер, әрекет қылсаңдар, ол 100% орындалады. Жарайсың. Керемет. Олай болса, бүгінгі жарық жұлдыз атты бағдарламамыздың түсірілімі өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Азамат, сен осы бір қызға арнап, махаббатыңды білдіріп, бір өлең шығарып көріп пе едің? Соны бізге оқып бере аласың ба қазір эфирде? Апай, мен ұяламын, қоймай қояйықшы. Онда қазір осы түсірілім аяқталғаннан кейін сен маған оқып бересің солай ма? Иә. Жақсы, онда кеттік.